Сәлем достар, құрттың біз білмейтін пайдасы. Менің жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Құрт қазақ дастархандағы ежелден келе жатқан ерекше тағам. Пішіні кішкентай болғанына қарамастан, ол өте тойымды болып келеді. Енді құрттың құрамдағы витаминдерге тоқтала өтейік. А витамині. Құрттың құрамында А витамині бар. Ол көздің қырағылығына, бойдың өсуіне, жасушалардың жаңаруына және иммунитеттің жақсаруына көмектеседі. Күніне 1-2 құрт жеп, көзіңізді қырақ етіңіз. Е витамині. Бұл азықтың құрамында жасушалардың қартаюына жол бермейтін және ағзаны оттегімен қамтамасыз ететін Е витамині бар. Д витамині. Ол рак және остеопороз ауруларының пайда болуын тежейді. Қазіргідей күн қысқарған уақытта ағзада Д витаминіне деген қажеттілік туындайды. Сондықтан қысты күні құрт жегеннің орны бөлек болып есептелінеді. С витамині. Құрттың құрамында аскорбин қышқылы бар. Ол иммунитетті нығайтады және ағзаның қорғану функцияларын жақсартады. Минералдар. Құрттың құрамында көп мөлшерде калий бар. Ол сүйектің сыртқы қабатын қатайтады және зат алмасу үдерісін тездетеді. Сонымен қатар белсенді түрде коллагеннің қалыптасуына қатысады. Ал коллаген теріні жасартады. Құрт керемет сергітетін азық. Қан азығында физикалық және психикалық жүктемелер кезінде жақсы көмектеседі. Микрофлора. Құрт ішектің микрофлорасын қалпына келтіруге оң әсерін тигізеді. Құсуға қарсы құрал. Құрт құсуды басады, кейде оны толығымен тоқтата алады. Яғни құрт жүкті әйелдерге пайдалы деуге де болады. Әйткенмен де құрамда көп мөлшерде тұз болғандықтан құртқа тым құмар болмаған жөн. Бауыры немесе жүрек қан тамыр дерті мазалайтын адамдарға оны көп жеуге болмайды. Осы жағы есіңізде болсын. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.